Эй, Исраил ұрпақтары, бір кездері Тур тауын төбелеріңе төндіріп тұрып Тауратпен амал еткендерін жайлы сендерден уәде алған едік. Сонда сендерге өздеріңе берген кітабымызды мықтап ұстаңдар және оның мазмұнына терең бойлап, жадыларыңа түйіп алыңдар. Сонда ғана тақуалыққа қол жеткізесіздер, деп бұйырған едік. Содан соң тағы да сөздерінен тайып сырт айналып шыға келдіңдер. Егер Алланың сендерге деген кеңшілігі мен рақымы болмағанда, екі дүниеде де қатты зардап шегер едіңдер. Араларынан қасиетті сенбі күні күнәға батып шектен шыққандарды әлбетте білесіңдер. Сонда біз оларға белгілі тұрағы жоқ, қайда барса да сыймайтын қор жексұрын маймылдарға айналыңдар дедік. Біз бұл жазаны сол кездегілер мен кейінгілерге сабақ әрі тақуаларға насихат болсын деп берген едік. Кезінде Мұса сиырды ерекше қасиет тұтатын қауымына Алла сендерге сиыр союды бұйырды дегенде, қауымы оған: сен не бізді келемеждеп тұрсың ба? Деді. Сонда Мұса ел жұртты келемеждейтін ондай надан болғанын Алла сақтасын деп айтты. Сол кезде қауымы оған: ендеше біздің атымыздан Раббыңа дұға ет, оның қандай екенін бізге нақты білдірсін, деді. Мұса: Раббым, ол кәрі де бұқа көрмеген тым жас та емес, екеуінің ортасындағы күйлі сиыр болсын, дейді. Ал енді өздеріне бұйырылғанды істеңдер, деді. Олар тағы да бұйрықты түсінбегенсініп: ей Мұса, біздің атымыздан Раббыңа дұға ет, бізге оның түсін нақты білдірсін, деді. Мұса: Раббым, ол көрген жандардың көңілін шалқытатын түгі жылтыраған сары сиыр болсын, деді. Олар тағы: ей Мұса, біздің атымыздан Раббыңа дұға ет, оның қандай сиыр екенін бізге нақты білдірсін. Өйткені сиырлар бір-біріне ұқсайтындықтан, біз нақты қандай сиыр керек екенін біле алмай тұрмыз. Дегенмен Алла қаласа біз оны қайткен күнде де табамыз, деді. Мұса: Раббым, ол соқаға жегілмеген, егін суармаған, сап-сау, еш кемістігімен ала құласы жоқ, түсі біркелкі сиыр болсын, деді. Сонда олар: міне енді дұрысын айттың, деді де ақыры амалсыздан сипатталған сиырды тауып сойды. Ей Исраил ұрпақтары, естерінде болса, сендер кісі өлтіріп кінәні бір-біріне артып, қара бастарында бәледен арашалауға тырыстыңдар. Алайда Алла жасырған қылмыстарының бетін ашады. Содан кейін оларға сойылған сиырдың бір мүшесімен мәйітті ұрыңдар. Сонда өліге жан бітіп, өзін өлтірген қылмыскерді айтып береді, дедік. Міне Алла өлілерді осылай тірілтеді және ақылға салып ойланар деп сендерге осындай мұғжизаларын көрсетеді. Содан соң уақыт өте келе жүректерін қатайып кетті, жүректерін тас сияқты, тіпті одан да қатты. Алайда кейбір тастардан атқылаған өзендер шығады. Қақ жарылып, ішінен қайнар су ағатын тастар да бар. Енді бірі Алладан қорыққаннан опырылып, биіктен құлап жатады. Алла не істеп, не қойып жүргендерінен бейхабар емес. Уа мүміндер, Алла қанша нығметке бөлесе де, сол нығметтердің қадірін біліп, шүкіршілік етпеген ондай қауым сендерге илана қалады деп үміттенесіңдер ме? Арасында олардың бір тобы, яғни дін ғалымдары, Алланың сөзін тыңдайды, оның шынымен Алланың сөзі екенін түсінеді. Алайда содан кейін оны дұрыс мағынасын біліп тұрса да, әдейі бұрмалап, өздерінше тәпсірлеп, қолайларына жағатындай етіп өзгеріске ұшырататын еді. Олар мүміндермен жолға қалса, біз де иман келтірдік, дейді. Ал өздері оңаша қалғанда, бұлары не? Алланың сендерге білдіргендерінің ақыры пайғамбарлардың сипаттарын, ерекшеліктерін Раббылардың алдында өздеріне қарсы дәлел ретінде қолдансын деп ел жұртқа жайып жүрсіңдер ме? Ақылға салып ойланбайсыңдар ма? Деседі. Алла олардың ішке бүккен сырларын да жария еткендерін де біледі. Олар соны білмей ме? Исраил ұрпақтарының арасында кітап Таурат дегенді білмейтін, хат танымайтын сауатсыздар да бар. Білетіндері ғұламалардың анадан-мынадан естіген, ойдан шығарылған негізсіз нәрселер ғана. Олар тек өз ойымен ғана әрекет етеді. Өз қолдарымен кітап жазып, сонымен мал, пұт сынды болмашы пайдаға қол жеткізу үшін бұл Алладан келген деп жүргендер сорласын. Қасиетті Тәуратты бұрмалап, өз қолдарымен жазған нәрселері үшін сорласын. Сөйтіп тапқан дүниелері мен күнәларының кесірінен сорласын. Олар санаулы күндер болмаса, тозақ оты бізге әсте тимейді, дейді. Оларға Алладан уәде алып па едіңдер? Онда Алла уәдесін әсте бұзбайды. Жоқ, әлде Аллаға өздері нақты білмейтін нәрселерді теліп жүрсіңдер ме де? Жоқ, олай емес. Кімде-кім жамандық жасап, ақырында жасаған жамандығы өзіне жан-жақтан құрсау салса, міне солар нағыз тозақтықтар. Олар мәңгі бақи сонда болады. Ал иман келтіріп, ізгілікті істер атқарғандарға келсек, міне солар жұмақтықтар. Олар мәңгі бақи сол жерді мекендейді.
кезінде Исраил ұрпақтарынан Аллаға ғана құлшылық етіңдер. Ата-анаға, туған-туысқа, жетімдерге және пақыр міскіндерге жақсылық жасайсыңдар. Жұртқа жақсы сөз айтасыңдар деп уәде алған едік. Сондай-ақ оларға намаз оқыңдар, зекет беріңдер деп бұйырған едік. Алайда, ей Исраил ұрпақтары, көп ұзамай-ақ араларындағы ат төбеліндей аз ғана адамнан басқалардың уәделерінен тайып кеттіңдер. Сендер ежелден уәдеде тұрмайтын бәтуасыз қауымсыңдар. Тағы бірде сендерден бір-бірінің қанын төкпейсіңдер. Атамекендерінен бірін аластап қумайсыңдар деп уәде алған едік. Сонда сендер мұның бәрін құп алған едіңдер, һәм соған өздерің де куә болдыңдар. Алайда сендер бір-біріңе өлтіресіңдер. Араларындағы бір топ қауымды атамекеннен қуып шығасыңдар. Онымен қоймай оларға жамандық һәм дұшпандық жасап, оларға қарсы бір-біріңе болысасыңдар. Егер олар тұтқын болып келсе, Тәуратқа сүйеніп, құнын төлеп босатып аласыңдар. Алайда сол Тауратта әу баста оларды қуып шығу сендерге харам етілген. Сонда сендер кітаптың Таураттың бір парасына иман келтіріп, енді бір парасын жоққа шығарасыңдар ма? Араларынан олай істегендердің бұл дүниеде көретіні тек қана қорлық, ал қиямет күні ең ауыр азапқа салынады. Алла не істеп, не қойып жүргендерінен бейхабар емес.